1 маусым таңғы 6 Астана халык марафонының күні. Таң атпай менің үйімнің алдында 2 азаматтық көлікпен формасыз, повесткасыз, еш құжатын көрсетпестен 2 азаматтық киім киген жігіт мені отырғызып алып, УП сарапқа таңғы 7-де жеткізеді. Ол жерде менің сөмкем мен қалтамды толықтай ашып тексереді. Телефонымды тартып алам деп қорқытады. Жоғарыға 3-ші қабатқа көтеріліп, протокол толтырылады орыс тілінде. 456-2 3-ші бөлігі жалған ақпарат таратты. Яғни менің видеом Қазақстанның Ресей құрамына кіруіне қарсымын дегенді көрсетіп, мен протоколдың көшірмесін талап етемін. Бірақ протоколдың өзінде ол көшірмеден бас тартты деп жазып қойған. Бұл әрине өтірік. Сонымен мені неге ұстады сағат 14:00-ге дейін 6 сағат бойы? Себебі мен марафонға Марат Жыланбаевты қолдауға бет алғаным үшін. Ол Қазақстанның тірі аңызы. Марафондардың ұйымдастыруы да сол кісінің арқасында. Сонау 90-шы жылдары Қазақстанға марафонды енгізген. Ол тек қана марафоншы емес, ол саясаткер, оппозициялық Ала Қазақстан партиясының лидері. Біз Ала Қазақстан партиясы тіркелмегенбіз. Сөйте тұра біз Қазақстанның қазіргі билігі, оның жоспары, яғни тәуелсіздігімізге қатер төндіретін мүмкін болар референдумға өзіміздің қарсылығымызды білдірдік. Оған дәлел Тоқаевтың өзінің сөздері. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство. Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика или экономика, в этом регионе. Ол екінші республика туралы айтады. Орта Азия, Ресейдің құрамында кірген союзное государство туралы айтып жатыр. Ал қорғаныс министрлігі біз Ресеймен қарулас бауырласпыз дейді. Және де жақында өтіп кеткен мәңгілік полк, Сталиннің портретімен, Георгий ленталарымен. Яғни бұл шындық болып жатқан. Бұл шындыққа деген реакция. Бұл өтірік емес, бұл жалған ақпарат емес. Және де бұл жағдайда біз үнсіз отырған жоқпыз. Тәуелсіздік үшін біз күресуіміз керек. Қажет болса, мен тағы да 1000 видео жазамын. Қазақстан нағыз еркін ел болғанша. Алға Қазақстан.